Ей, тоқтаңдар, қайда бара жатсыңдар? Сабаққа? Сабаққа? Неге? Бүгін бәрібір сабақ болмайды ғой. Не үшін? Ғайза апай үйінде қамалып қалды, сол үшін бүгін бәрібір сабақ болмайды. Ура, сабақ болмайды. Неге қуанып жатсың? Сабақтан айырылып қалып бекерге. Арнат, сен өзің оқымаған екен айта береді екенсің. Я сол ғой. Кіп-кішкентай жердің құртындай болып алып, әрдеңені оттай бермей тұрш. Жердің құрты дедің ма не? Жер қазып тауылдың ма не? Ол барлықтарын бірінің жалып өйт. Сәл ұялмайсың да ма? Одан да бірге өртеп өтсеңіз. Заңғар адамның нервісіне тимей тұрш. Болды, қойыңдар. Бұдан бәрібір пайда жоқ. Лучше үйге қайтайық. Алло, Ғайза апай. Окей. Түсіндім. Не дейді Ғазиза апай? Ғайза апай айтады, сабақ болады екен, бірақ стадионда болады дейді. Ғазиза апайдың өзі келе ма? Ғайза апайдың өзі келетін болса, біз стадионда сабақ өтпейтін шығармыз. Дышы, биология және де әдебиет сабақтары болады екен. Сабақ болмай ма деп ойлаған ем. Қайтадан биология болатын болды ма? Жүріңдер енді стадионға барып сабақ Кеттік. өтейік. Сендер bu жақта не үшін жүрсіңдер? Ғайза апай үйінде қамалып қалып, сабақты стадионда өтеміз. Сабақты стадионда өтей береміз. Өмірі деген нес? Өзіміз бірінші стадионда өтейін деп тұрып қой. Жоқ, просто жылау істейлі ғой. Заңғар, қалайсың? Сөйлемеш маған не? Заңғар, мен саған нормально айтып тұрмын. Мен сенімен араласпайын дедім ғой. Құрып кетші ондай. Ей, екеуің қойыңдаршы, бұл кішкентай балдар ұқсамай. Кеттік одан да сабаққа. Мә, биологияға берем, міне бірінші сабақты. Жома, ек қойып бермесе болған ше. Саламатсыз бағай. Орындарыңа отырыңдар. Отыратын орынға жерде ағай. Стадион кез келген жерге отыра берсіңдерші. Стадион төбесіне отырсақ бола ма? Арнат, сен мен мазақ тұрсың ба? Ағай, әшейін әзілім ғой. Әзір болса түсінемін ғой. Күнделігің жоқ болса, екіні ағаш екенге қойып беремін. Ағай, әшейін айтты. Мен де әшейін қойып жатырмын. Молодец. Ағай, не 4 миллион қойып бердіңіз? Бір апталық бағыңды бірден қойып бердің ғой сен. Кім сабақ айтады? Ағай үйге ештерсе бермедіңіз ғой. Маған айтқызбай, өздерің біліп оқып келсіңдер болмай ма? Онда сұрақ қоям балалар. Жауап берген адамға 5. Бопты. Отандастық ол не? Отан. Жоқ. Болса, онда Африкада? Жоқ. Отандастық ол күн емес па? Жоқ. Ағай, жауабын таппадық, не ол? Таппадыңдар ма? Отандастық ол мақал. Жауап мақал ғой. Ой, ағай, сонша ойланып отыр қой. Ағай, бірден айтсам, ек қойып бермейсіз ба? Жоқ, 4 бар ғой шекеңде. Қоңырау болды. Сен жаман уақыт санап қалған адам екенсің. Жарайды, онда сау болыңдар. Бірақ ендігіде маған айтқызбай өздерің бір тақырып оқып келіңдер, жарай ма? Ағай, сау болыңыз. О, жүрек күйіп кеп болған. Сендер отырыңдар. Қазір басқа сабақ болады. Ой. Жақсы. Давай, ертай. Едігіне көңіл күйің жоқ. Ана заңғар ғой. Бәлде қалайсың деймін. Өзін жауып кетті ғой. Оны екеуің сөйлесіп шешіп алмайсыңдар ма? Солай жасаған дұрыс па? Иә, солай жасаған дұрыс. Не болды заңғар? Едіге жының ұстап отыр ма? Иә, барлығы сен келсің деп маған жаба салды ғой. Негізі, сен екеуінің бұлай ұрсып жүргендерің жарамайды. Одан да өздерің шешіп алыңдар. Иә, қазір барам. Заңғар. Қыздар ана екеуі қайда кетіп бара жатыр? Екеуі бір-бірін жақтырмай жүрген еді, осы төбелес қалмасыншы. Төбелесе берсін, еркек емес па, өздері еркек шешіп алсын. Біреу бір жерін сындырып немесе басын жарып алса не болады? Ондай болмайды ғой. Қатты ұрысқан жоқ қой. Мажар, кеттік ана екеуінің артынан тағы бір-бірін жұлып жеп жүрсе? Ондайға дейін бармайтын шығар. Кім біледі енді, қазір бәрі мүмкін ғой. Сен ғали, сен о заманда бұл заман деген айтпай қойыпсың ғой. Қойшы соны уже айта шаршап кеттім бар ғой. Екең сөйлескенше кеттік аналарға барып қайтпадық па? Шымен кеттік жеш бар ғой. Кеттік онда. Ал қыздар, қалайсыңдар? Саламатсыз ағай. Балалар қайда? Ана жаққа кеткен. Ана жақ емес, әке жаққа кеткен шығар. Ана жақ деген қай ауыл? Ағай, не деген түсінбейтін адамсыз? Ана жақ деген ана жақ, олар төбелесуге кетті. Төбелес? Төбелес дегеніз? Мен қазір оларға көрсетейін, ей? Сен сөйлесуің керек. Мен кесі келген жерде сөйлесем, Жүрсең, жүр.
Не болды екен? Бәрін өзім шешемін. Бірге бір. Және ол бізде тыңда қорып тұрған жоқ емес. Қой ау. Ей, жарайды онда. Өздерің шешіп алыңдар, біз араласпай қояйық. Заңғар, давай! Егіл, не болды? Не болды? Бәрін бастаған. Шебір, тыныш. Не көрдің екеуіңе? Не үшін өліп жатсыңдар? Осы бәрін бастаған. Сендер ме жүр бөліншеде сөйлесем. Жүр. Тоқта. Сен үшеуің қайда келе жатсыңдар? Алда екен милиция ұстап алды. Қайдағы милиция? Білмеймін, бір милиция. Кім екен көріп үлгере алмай қалдық. Мен сендермен кейін сөйлесем, барыңдар соғып па. Мен ана екеуін алып келейін. Ал. Сөйлеңдер бұзақылар. Не сөйлейміз? Не сөйлейміз дегеніз? Не үшін төбелесіп жүрсіңдер екеуің? Ағай өзі бастады ғой. Өзі дегенді білмеймін. Мынау, бір алақаннан шапалақтың даусы шықпайды. Екіншісі кеп соқтық баса. Демек, екеуің де кінәлісіңдер. Кірсек болма? Кіріңіз. Ассалаумалейкум. Бәке қалайсыз? Жақсы, әлеге. Бәке, енді біздің балдар бір қатені жасапты, бір кешіріміңізді беріп жібере салсың. Жоқ, әлеге, кешіріңіз. Мынау балалар бір-бірлерін кешірмейінше, мен бұларды кешірмеймін. Балдар, бір-бірлерінен кешірім сұраңдар тез. Өзі сұрағын бірінші. Бол тез. Жоқ, мен бұларды жібере алмаймын, әлеге. Бір кешіріміңізді беріңіз енді, бәке. Жоқ, қараңдаршы маған қарап, тыңдаңдар. Екеуің қазірден бір-бірлерің еттерің жеп қояйын деп ұрсып төбелесіп жүрсіңдер. Ертең өскенде не болады? Ей, еліміздің болашағы жастар ма сендердің қолдарыңда дейді. Ал сендердің жүрістерің мынау. Қазақта жақсы бір сөз бар. 300-ге бөлінеді қарғаларда. Тауғарға, құзғынғарға, алағарға. Бір-бірінің көзін бірақ шықмайды, қатарласып қонса да жардан жарға дейді. Осындай қарғалардың ынтымағын қазақтарға берсе егер арман бар ма деген сөз бар. Қарға кеш қарғалар осыны түсініп отыр. Ал сендерше? Ой, сендер де бір. Жарайды, әлеге. Бос балдар. Рахмет ағай. Заңғар мені кешір. Сен де мені кешір. О? Болды, рахмет бәке. Бір кешіріңіз берген үшін. Міне, мынау бөлек әңгіме. Үстіп бақылап тұру керек ойын. Айтпайсың ба енді сон? Болды. Балдар әкеп тұрам. Жақсы. Естіп бір жақсы тәрбиелеп жүріңдер. Жүр тез. Айтып қой. Не болған сендерге, а? Адамды ұятқа қалдыр ба? Кешіріңіз ағай, енді олай екінші рет қайталанбайды. Бұдан кейін әркімнің көзіне түспей, көздеріңді қысып қана тыныш жүріңдер, түсіндіңдер ма? Жарайды ағай. Күнзен отырма, а? Алло? Ғазапай? Есік ашылды дейсіз ба? Болды да. Балдар жібере берейін ма мен? Бүгінге демалыс па? Жарайды онда. Жақсы. Так. Бүгін ертеңнен бастап сауыққа келесіңдер. Үйлеріңе барып, үстерін тазалап, киімдерін жуып, тазаланып келіңдер. Ертеңнен бастап күн суытады дейді. Қалың киімдерін киіп келіңдер, мақұл ма? Ағай, сізге көп-көп рахмет. Сіз болмағанда не істер еді? Конечно, мен болмағанда не істер едіңдер. Жатар едіңдер 15 күнге қол ұстасып изоляторда. Бол, барыңдар, мен жұмысым көп. Сәлем. Қалайсыңдар? Карантиндегі мектепті ұзақ күтіп қалдыңдар ма? Сендерге күшті жаңалығымыз бар. Енді карантиндегі мектептің артын суытпай күн ара салып отыратын боламыз. Егер сен оқушы болсаң, немесе адам болсаң, осы видеоны достарыңмен бөліс. Жақында біздің Instagram каналда конкурс өткізейін деп жатырмыз. Біздің конкурсымызда мейрамның логотипімен көптеген футболкалар, кепкалар және ақшалай сыйлықтар ойнататын боламыз. Егер жеңіп алғың келсе, біздің Instagram каналға тіркеліп қойса, бауырым. Биологияға мен істегенімді кім айтып қойды екен? Әке, қалайсыз? Мен басып жарып алдым.
қандай әке? Есің тұрыспай? Мен түсімді қара, сен түсімді қарасай, мен қарамын, сен ақсың ғой?